Ассаляму алейкум қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мимоза салатын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Салатқа қажетті заттар: көкпияз, картоп, консервадағы балық, сәбіз, жұмыртқа, майонез және де тұз. Таза пакет немесе пленка қолдансаңыздар да болады. Мен пленка қолдандым. Пленканы 2 рет орап алдым. Біріншіден үккіштен өткізілген жұмыртқаның сарысын салып аламыз. Видеода көргендеріңіздей барлығын салып, бір тегістеп аламыз. Тегістеп алып, осылай майонезді құйып шығамыз. Үстіне кішкене тұз себеміз. Енді сәбізді саламыз. Сәбізді де дәл солай барлығын салып алып, тегістеп шығамыз. Үстіне майонез құйып, кішкене тұз сеуіп шықтым. Енді жұмыртқаның ағын саламыз. Майонез құйып, тағы да кішкене тұз себеміз. Енді көкпияз. Көкпиязды да солай үстіне салып, тегістеп алып, майонез құйып, кішкене ғана тұз себетін боламыз. Енді картопты салып, бір тегістеп, майонез құйып, тұз сеуіп шығамыз. Видеода байқасаңыздар, әр қатарын қосқан сайын енін азайта бересіздер. Ең соңында консервадағы балықты салатын боламыз. Мен салат дайын болғанда мұздатқышқа 1 күнге қоямын. Сонда кескенде формасын өте жақсы ұстайды. Сіздерде формасын жақсы ұстау үшін 1 күнге мұздатқышқа қойғандарыңыз дұрыс. Неке енді пакеттің 2 шетін осылай бір-біріне қосып, барынша дөңгелек формаға келтіріп алып, мұздатқышқа қоятын боламын. Мінеки 1 күнге мұздатқышқа қойып алдым. Енді осылай кесіп аламын. Видеода байқасаңыздар, кескенде формасын өте жақсы ұстап тұр. Сіздер де үйде жасап көріңіздер. Ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.